интернет қашан ақырын таспақа ұқсап өмір сүресіз. Интернетпен жұмыс жасап алсаңыз, я болмаса интернет сізге қызық болса, антенна да сізге мүмкін қызық болар. Осы мерсті ғана. Өзім машина мерс болған соң мерстің рөлдерін сатып отырмын. Үшін сұраныс қалай? Сұраныс деген мынандай ғой. Клиенттер қанша? Осы видеоны қараңыз да, осы видеоны жасаңыз сіз, осы тірлікті жасаңыз, бір ретте 20 мыңнан айына бір 100 мың теңгеге табасыз. Осы тірлікті жасаңыз сіз антеннаны алып. Содан кейін жақсы ары қарай жұмыс жасауға болады, тіпті антенна сатып кетуге де болады сізге. Бұл бір жақсы бизнес. Егер керек етсеңіздер, маған хабарласыңыздар міндетті түрде. Бұрындары болса, Қытай бізде интернет дүкен ашатын, яғни AliExpress, Alibaba сияқты сайттар бізде жұмыс жасайды. Ал біз керісінше Қазақстанның ең үлкен интернет дүкенін Қытайдың өзінде ашып отырмыз. Әрине, ең үлкен деп айтудағы себебім, Қытайда болсын, Қазақстанда болсын, бізде бәсекелестік болған жоқ. Қазақ тілі жағынан. Орыс тілді бар шығар, бірақ оны біз ескермейміз. Және интернет дүкенге қатысты видеолар бар. Осы видеоның соңына тастадым барлығын. Сілтемелер. Сол сілтемелер арқылы өтіп, біздегі ең қызықты тауарларды көруге болады. Ол біздің екінші канал. Мүмкін жазылып алсаңыздар тіпті де жақсы болады.